Сәлем, қалайсыздар? Бүгінгі сабағымыз Pinduoduo'ға төлем картасын тіркеу. Алдыңғы сабағымызда Pinduoduo'ға регистрация жасап, карго адрес толтырған болатынбыз. Алдыңғы сабақтарымды көрмеген болсаңыздар, менің каналыма өтіп қарасаңыздар болады. Каналды сабақтарды жоғалтып алмас үшін видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастайтын боламыз. Pinduoduo'ға төлем картасын тіркеу. Алдымен Pinduoduo қосымшасына кіреміз. Кіргеннен кейін астындағы оң жағындағы соңғы батырма сіздің жеке кабинетіңіз. Осы жеке кабинетке өтеміз. Өткеннен кейін мына грузовик, сағат осылардың астында осындай жолақ, бұл жерге төлем карталарыңызды енгізесіңіздер. Мына жерде Dodo Amian деп тұр. Осы жолақшаны үстінен басамыз. Басқаннан кейін бізді бірден карта енгізетін жерге алып келеді. Жоғары жақта бұл Қытайдың банктары, бұлар бізге қажет емес. Мына жерде біздің өзіміздің картамызды енгізетін бағана ашылып тұр. Осы жерге картаңыздың 12 сандық кодын жазасыз, немесе бірден суретке түсіруге болады. Біздер қазір картаның артындағы 12 таңбалық кодты жазамыз. Жаздық, міне виза карта деп шықты. Енді әрі қарай мына қызыл батырманы басамыз. Басқаннан кейін мына бағандарды толтырып шығуымыз керек. Бірінші, өзіңіздің картаңызда атыңыз қалай жазылып тұр, тура солай осы жерге енгізу қажет. Осылай барлығы үлкен әріппен. Бұдан кейін екінші жарамдылық мерзімін жазуымыз керек. Картаңызда қалай көрсетіліп тұр, дәл солай жазамыз. Карта мерзімін таңдап, осыны басасыз. Осы жерге картаның артындағы 3 таңбалы кодты жазамыз. Осы жерге енгіземіз. Барлығын толтырып болғаннан кейін, мына қызыл батырманы басып, өзіміздің картамызды сәтті түрде тіркейміз. Осы жерде бізге 6 таңбалы кодты жазуымыз қажет. Оны өзіміз ойдан ұмытып қалмайтындай жазамыз. Әрбір товарды сатып алған сайын сізден міндетті түрде 6 таңбалы кодты сұрайды. Ұмытып қалмайтындай бір жерге жазып қойыңыздар. Ұмытып қалсаңыз, оны восстановить ету оңай емес. Әркім өзі ойдан 6 таңбалы кодты жазады. Қазір қайталап жазу керек сол кодты. Қайталап жаздық. Осымен мен өзімнің картамды сәтті түрде енгіздім. Мінеки, қазір қарайтын боламыз. Қарасаңыздар, карта мына осы жерде орналасқан. Жаңағы тіркеген картамыз осы жерде тұрады. Міне соңғы 4 саны жазылып тұр. Енді кез келген тауарға бірден төлем жасай аласыз.